Қайырлы күн балалар, математика сабағының 8-ші сабағын бастайық. Бүгін өтетін тақырыбымыз көп таңбалы сандардың моделі, сандар тізбегі. Оқулықтың 22-23 беттерін ашып, дәптерлеріңізді ашып, дайын отырыңыздар. Балалар, кез келген сәтте біз жақсы сөздер, жылы сөздер айтуымыз керек екен. Жақсы сөз жарым ырыс дегендей, бұл жерде қандай сөз жасырылған екен, оны табу үшін біз өсу ретімен сандарды табайық. Ең кіші сан бұл жерде 1 тұрсақ айтып отырыңыздар. Одан соң үлкен, бірден үлкен 5 тұрсақ. 10, 18, 18-ден үлкен 21, 32, 43, 54, 63, 77, менде деген сөз шықты. 82, қандай сөз шығады екен? Менде бәрі жақсы. Сендерде алғыр оқушылар бар, менде де бәрі жақсы. Ендеше сабағымызды бастайық. Балалар, біз жанды табиғат бөлімін өтіп жатырмыз. Бүгін жануарлар әлемі туралы аз ғана мәлімет алу үшін видео қарап алайық.
Балалар, видео ұнады ма сендерге? Кәнекей көп таңбалы сандарды оқуды қайталайық. Көп таңбалы сандарды оқу үшін балалар класстарға бөліп аламыз. Оңнан солға қарай. Міне осылайша көрдік па? Әрбір 3 цифрдан соң нүкте қойып қойсақ та болады. Енді мына жерде 2-ден соң 3 сан тұр. Онда 2-ден кейінгі нүктені 1000 деп оқысақ болады. 2063. Мына жерде классқа бөлгенде осылайша болады. 48100. 576952. Қараймыз. Алдымен бөліп аламыз. Әрбір 3 сан сайын нүкте қойып отырамыз. Енді 4-тен кейін 6 цифры тұр, көрдік па? Онда 4-тен кейінгі нүктені миллион деп оқимыз. 0-ден кейінгі нүктені 1000 деп оқимыз. Өйткені одан кейін 3 сан тұр. Сонда 4.260.371 деген сан шықты. Түсінікті ме? Оқимыз. 62.610.163. 430.260.371. Өте жақсы балалар, кешегі өткен кестеге назар аударайық. Көп таңбалы сандарды оқу үшін оңнан солға қарай 3 разрядқа бөлеміз екен. Бірлік разряд, ондық разряд, жүздік разрядтар бар. Класстарға бөлінеді және ол бірліктер классы, мыңдықтар классы, миллиондар классы. Сандарды оқимыз. 6325. Оқимыз. 9004. 28012. 467.005. 7.254.048. 15.20320. 214.056. Балалар, енді көп таңбалы сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазуды үйренейік. 406.037 дегенді 400.000 қосу 6000 қосу 30 қосу 7 деп қосылғыштардың қосындысы түрінде жазамыз. 410.163-ті 400.000 қосу 10.000 қосу 100 қосу 60 қосу 3 деп жазамыз екен. 4126. 4000 қосу 100 қосу 20 қосу 6. Сабақ түсінікті ме балалар? Ендеше есептер шешейік. Балалар, оқулықтағы 22-ші беттегі номер 2-ші есептің 1-ші бағанын үлгіге қарап қосуды есепте қойыңыздар. Ал енді өз бетімізбен жұмыс орындайтын боламыз. Номері 4, номері 5-ші есептерді 23-ші беттегі өз бетімізбен шығарамыз. Үлгіге қарасақ болады. Номер 4-ші есепті сандарды салыстыру керек, ал номері 5-ші есепте разрядтық қосылғыштарға жіктеуіміз керек. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ соңында бүгін не үйренгендеріңізді жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.